Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ашығудың 7-ші күні. 7 күнде 7 килограмм арықтадым. Бұл енді өте организмге стресс деп ойлаймын, сондықтан ашығуға дайындықпен кіру керек. Алдыңғы видеоларымда да айтқанмын, ашығудан дайындықпен шығу керек. Бірте-бірте ол сразу көп тамақ жеуге болмайды. Бұйырса мен енді тағы да 3 күн қалды. Асыға күтіп жүрмін, себебі қарным қатты ашып жатқан сияқты, кеше қатты ашты қарным. Себебі балалармен музейге барғанбыз. Сол музейден шыққаннан кейін барлығымыз тамақтануға бардық. Сол кезде ештеңе жемедім. Бір кішкене сок іштім. Былай енді тек қана су емес, кішкене чай қосып ішіп жүрмін. Себебі әлсіреп қалмас үшін бал жеп жүрмін, табиғи таңертеңгісін міндетті түрде балмен жылы су ішемін. Сондай жасап жүрмін. Содан кейін бірақ кеше жарты стакан ғана сок іше алдым. Себебі өте тәтті болып көрінді маған, жүрегім айнып кетті. Біз сонда ойлап қойдым, біз сонда деген организмімізді қалай улап жатырмыз депші. Анау тәтті слишком ше, тәтті, біз оны балаларға да береміз ғой. Сонша тәтті сокты организмді аямай ішеді екенбіз ғой деймін. Мен сонда жарты стаканның өзіне жүрегім айнып кетті. Үйде тез жазуға тырысып жатырмын, себебі уже туалетке 5 минут отырып қалсам, тоқ, анашым, уже келіп тұр ана жерде айғайлап. Білейін деп қоясың ғой. Бір кішкене өзіңе уақыт бөлу керек екен ше. Сөйтіп балаларды айына хотя бір жерге апарамыз деп келіскенбіз ғой енді. Сол кеше сөйтіп неге алып бардық? Музейге. Сосын сізге айтып кетейінші, тағы айтқым келіп тұр десең. Алдыңғы айда, мысалы октябрьде біз Түркістанға алып бардық балаларды. Содан кейін оның алдындағы айда неге алып бардық? Динозавр паркіне алып бардық. Одан кейін міне бүгін неге алып бардық? Бүгін деп қойған, кеше музейға. Енді келесі айда тағы бір жерге апарамыз деп, сол күшті, өзіңде күшті болып демалып қаласың, кәдімгі серпіліп ше. Бір 30 мыңдай кетеді екен біздің семьяға. 6-ға бөлген кезде примерно 5 мыңдай, әр адам басына 5 мыңдай кетеді. Тамақтанғанымыздың өзі 25 мың болды. И ана музейға кіргеніміздің өзі примерно 10 мың теңге болды. 2 мың теңге екен кіргеннен. 5 жасқа дейін тегін екен. Сондай. И еще 10 мың қадам жасадым. И суретке түскенде де уже кішкене беттерім арықтап қалған, әдемі болып, сүйектерім шығып дейсің. Күшті қалдым, негізі маған күшті не жатыр, бірақ кеше қатты қарным ашты. Енді бұйырса 3 күн шыдасам, содан кейін уже бірте-бірте сорпамен сөйтіп бірте-бірте шығамын деп ойлап отырмын. Мен 75 килограмм болғым келіп жатыр. Қазір 80-ге түстім ғой, енді бір 5 килограмм. 79 ертең көрем ба деп ойлап отырмын. Аллахым көрсем екен ертең 79, себебі мен 79-ға жетпегелі, знаете, қанша жыл болды мен босанғаныма, уже міне 4 жылдан асты ғой. Получается, мен сол 5 жылдан бері, бұрын енді 70-75 сондай килограмм болған. Аяғым ауырлағаннан кейін уже салмақ жинап алып, аяғым ауырлап босанғаннан кейін мен вообще салмақ тастамадым, представляете? Босандым, мысалы 90-97 сондай болып тұрған, екіқабат кезде. Босанғаннан кейін 87 сондай болып тұрдым. Сол қалай тұр, солай 87, 89, 93, даже кейде 93-ге кетіп қалған мен алдында. Ол кездегі суреттерімді көрсеңіздер, енді вообще сол 93-тен сөйтіп 80-ге түстік. Бұйырса Алла қаласа енді осы қарқынмен ары қаратай жалғастырып кетемін деген ойдамын енді. Сырға түседі, бәрін жеп кетпейтін шығармын енді. Менің каналыма жазылып, пікір қалдырыңыздар, тағы да пайдалы видеолар болады деген ойдамын. Бұйырса Алла қаласа ПП рецепттер салғым келеді, ПП нан пісіріп үйренгім келеді. Бірінен қарап қойдым рецепті, бұйырса шығарамын. Бүгін 30 қараша, салмақ осындай болып тұр. 81, кеше 81-де бір жыл болған.